Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, ағылшын тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Present Simple осы шақ тақырыбын өтетін боламыз. Қазақ тілінде білесіздер, мысалы мен телевизор көріп отырмын, ыдыс жуып жатырсың, кез келген осы шақта орын алып жатқан, қазіргі кезде орын алып жатқан іс-әрекеттер үшін осы шақты қолданамыз. Ағылшын тілінде де солай. Мысалы күнделікті өмірде қолданылатын мен сағат 6-да тұрамын десек те, ол кезде present simple қолданылады. Яғни осы шақта да ол мен мысалы келе жатырмын деп айтсақ та осы шақ. Яғни түсінікті болды ғой да. Қазіргі уақытта орын алып жатқан әрекеттерді айту үшін біз осы шақты қолданамыз. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мысалдармен көрсетейін. To love етістігін алайық. Жақсы көру, оны көбіңіз білетін шығарсыздар, love етістігін. Соны талдап көрейік. Жіктейміз. I, мен деген I, ағылшын тілінде. Мен жақсы көремін деп айту үшін I love. Яғни біз осы шақты айтып жатырмыз да. Мен жақсы көремін. I love. You, сен деп аударылады. You love. You love. He, she, немесе it. Яғни he дегеніміз ол, ер адамға айтылады. She дегеніміз ол, әйел адамға айтылады. Және it. It дегеніміз жансыз заттарға айтылады. Бұл жерде негізгі біздің етістігіміз love етістігі ғой. Соған осы шақта жүктегенде s жалғауы қосылады. Loves болады сонда. He loves, немесе she loves, немесе it loves. Бұл жерде кез келген етістік болған кезде s қосылады. Именно he, she, itті қолданған кезде осы шақта. Біз жақсы көреміз деп айту үшін we love. We дегеніміз біз деген we. Олар жақсы көреді, they love. Олар деген they. To come етістігін алып жүктеп көрелік. To come бізде келу деп аударылады. Мен келе жатырмын. I come. Сен келе жатырсың. You come. Ол келе жатыр. He comes. Немесе she comes. Қыз келетса. Немесе it comes. We come. Мысалы we come. Біз келе жатырмыз. They come. Олар келе жатыр. It дегенде мысалы кез келген бір зат болуы мүмкін. Мысалы маған посылкам келе жатыр деп айтсақ, it comes деп айтсаңыздар да болады. Ол келе жатыр деген сөз. Значит, имеется в виду посылка, да? Ары қарай. Енді осы шақта сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдыру үшін біз do деген қосымшаны қолданамыз. Do, осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Мысалы, мен келе жатырмын ба деп сұрайтын болсақ, do I come? Do I come болады. Do, яғни жүктеу есімдігінің алдына шығады. Do I come? Немесе сен келе жатырсың ба? Do you come? Do you come? Деп сұраймыз. Сен келе жатырсың ба деп сұрау үшін. Біз келе жатырмыз ба? Do we come? Немесе олар келе жатыр ма? Do they come? Енді қараңыздар, he, she, it. Бізде қараңыздар, he, she, it-та негізгі етістікке s жалғанды ғой. Етістікке s жалғанды, жүктеген кезде. Енді сол s мына do-ға кетіп қалады. Яғни do болмайды, уже does болады. He, she, it пен does-да қолданамыз. Сұраулы сөйлем құрастырған кезде. Does he come? Немесе does she come? Does it come? Уже мына жерде does-ға кетіп қалды. Етістіктің s-і, сондықтан да уже етістікте s болмайды. Сұрақ қойған кезде. Енді отрицание жасау үшін, болымсыз сөйлем жасау үшін біз мынадай нәрселер жасаймыз. Қараңыздар. Мен drink деген ішу, tea деген шай. Мен шай ішпеймін деп айту үшін I do not drink. I do not drink. Not
қосымшасы жалғанды, иә. Do мен not екеуі қатар жалғанды. You do not drink. Сен шай ішпейсің. We do not drink tea. Біз шай ішпейміз. They do not drink. Олар ішпейді, иә. He doesn't болады. Мына жерде отрицанияда жаңағыдай does сақталады. Болымсыз сөйлем жасаған кезде. Ол ішпейді деп айтқымыз келсе, she doesn't drink. Етістік қалып қойған екен. It doesn't come деп айтсақ болады да. Осы жерден кейін кез келген етістік қоюға болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Бүгін біз сіздермен осы шақта етістіктерді жүктеуді үйрендік. Комментарийге сіздерде тапсырма қалдырамын. Орындаңыздар.